Бүгінгі біздің керемет матчқа қош келдіңіздер. Алдарыңызда жауыздар мен клондардың ойыны болып жатыр. Және де олардың капитан командасы қызыл ойыншы соққы жасауға сәл қалды. Және де гол! Өте керемет соққы. Қақпаға дәл тиді. Не деген мықты соққы. Олардың қақпашысы да өте қатты қуанып жатыр. Бұл деген керемет. Тимур досым не істеп жатыр екен? Тамаша ойын болып жатыр. Өте керемет трюктарды көріп жатыр. Бұндай трюктарды тек біздің Free Fire матчта ғана көре аласыздар. Не деген пасты беретін сияқты, біреуді көрген сияқты алдында. Және оған пас берді. Бұл пас өте дәл түсті. Және сары ойыншы өзінің досын көргендей болды. Оған пас берді. Және де гол ма көрейік. Через себя және гол. Бұндай голды тек біздің матчта ғана көре аласыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Не деген тамаша гол. Өте керемет гол болды бұл. Бұл ойыншы ең үздік ойыншы. Не деген күшті ойыншы. Өте мықты ойнайды екен. Маған қатты ұнады. Сонда ол оны ұнатып қалғандай болды ғой. Мен де сондай біреу болсам, шіркін-ай. Лайк басуды ұмытпайық достар. Арнаға тіркеліп кетіңіздер. Колокольчикті де басуды ұмытпайық. Әттеген ай. Тимур досым мені күтіп қалыпты ғой. Сәлем досым, қалайсың? Жақсымын, өзің қалайсың? Мен де жақсымын. Не болды, не керек? Айта бер досым. Маған біраз ақша керек болып тұр. Қызымды таңғалдыруым керек. Сол қызыма ақша керек болып тұр. Досым, жұмыс істесеңші өзің. Сен қызым деп бәрімізді ұмытып бара жатсың. Досым, мен барлық жұмысты іздеп жатырмын. Бірақ олардың ешқайсысы мені қабылдағысы келмейді. Түсіндің ба? Мені ақымақ санап тұрсың ба досым? Неге маған өтірік айтып жатсың? Мен барлығын білем. Сен ешнәрсе іздеп жатқан жоқсың. Сен әрдайым жата бересің. Ешнәрсе істегің келмейді. Біз барлығымыз жұмыс істеп жатырық, балалар. Сен қателеспейді. Мен сендердің көмектерінсіз-ақ сол ақшаны табам. Сендер маған дос емессіңдер. Ақшаны бермеймін дейсің ба? Мен сенен оны өзім-ақ тартып алам. Ақымақ, ұйықтап жат сен солай. Хөп! Ақымақ, менің қолымнан не келетінін сен қайдан білесің? Сауап болды өзіңе. Барлық ақшаңды ұрлап алдым. Ақымақ. Бүгінгі күн сондай тамаша болып тұр. Сәлем жаным, менің үстімдегі киімді көрдің ба? Әлгіндегі ойыншы мен болатынмын. Сен ұнатып қалған. Ой, қош жаным, мен тек қана сен сүйем. Мен басқа ешкімді сүймеймін. Тек қана сен сүйем. Ой, қош, көрдік қой. Міне, өзде келе жатыр. Бәле болды ғой, бәле. Не істесем де таңқалмайды. Әйтеуір ұнамайды, еш нәрсе істемей-ақ қойсам мос. Сен кімсің? Не мақсатпен келдің бұл жаққа? Менде саған қарал хабар бар. Сенің әлгіндегі досың өлді. Не? Қалайша? Жоқ, досым, оян досым. Бұл қалай болды? Жоқ. Бұл қалай болды, маған баяндап бер. Тез, айт маған. Бүгін оның жұмысқа көңіл-күйі өте қатты түсіп келді. Мен одан не болды деп сұрадым, бірақ ол маған ешнәрсе айтпады. Оның бір ең жақын досы бар екен. Сол оны алдап кетіпті. Сол оның жүрегіне қатты тиіп өлді. Жақын дос дейсің ба? Ол кім? Ол кім туралы айтты? Білмеймін, Тимур деген біреу туралы айтты. Тимур. Ол мен ғой Тимур. Мен оған ешнәрсе жасаған жоқпын. Ол жағын енді мен білмейді екем. Бірақ сенің досың енді бұл өмірде жоқ. Сен оны алдағансың. Мен оны жүрегім сезеді. Өйткені ол бұндай ауырлықтан өліп қалуы мүмкін емес еді. Бірақ амал нешік, өмірде солай ғой. Ол өлді де қалды. Сен егерде оны алдамағанда ол өлмейтін еді. Екеуің бұрынғыдай рахаттанып дос болып жүретін едіңдер. Сол алдамау керек еді. Иә, мойындаймын, барлығы менің кінәм. Егерде сол түні ақшаны ұрламағанда, досым қазір тірі жүретін еді. Екеуміз әңгіме айтып,
бірге рахаттанып күлетін едік. Ақымақ басым-ай. Қатеңді мойындағаның өте дұрыс болды. Ерлік болды. Мен саған барлық шындықты айтып берейін. Сол күні сенің досың ақшасын қалай ұрлап бара жатқаныңды көріп, барлығын біліп жатты. Жұмысқа келіп менен оған көмектесуімді өтінді. Мен амал жоқтан әрине көмектесемін деп жауап бердім. Өйткені бұндай екі досты қосу мен үшін бақыт болды. Ол маған бас изеп рахметін айтты. Сөйтіп біз осы жоспарды жүзеге асыруға кірістік. Енді жылаудың бәрі кеш болады. Өйткені сенің досың тірі. Ол тірі. Досым, бұның бәрі жай ғана көрініс болатын. Кешір досым. Видеолар ұнады ма? Қызық болды ма? Әрине өте қызық видеолар екен.